Достар, тек One X компаниясында ғана ең жоғары коэффициенттер, жедел төлемдер және де ең оперативті сервис қызмет атқарады. Төмендегі сілтеме арқылы өтіп, арнамыздың промокодын қолдансаңыздар, ең тиімді бонустар сіздерді күтуде. One X сілтемесі төменде. Әрбір футбол эпохасының әр кезеңінде көзге өте сирек түсетін футболшылар болады. Олар командаларына өте көп еңбек етсе де, олардың қосқан өлшеусіз үлестерін тек нағыз интеллекті дамыған жанкүйерлер немесе спорт сарапшылар ғана байқайды. Олар танымалдықты, хайпты қумай жағына өз жұмыстарын өте сапалы түрде орындайды. Осы орайда пайдалана отырып, бүгінгі бейнероликке еңбектері бағаланбай қалған футболшылар топтамасын ұсынбақпыз. Арнамызға жазылып, қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Рейтингті әрине Мюнхендік Баварияның механизмінің бас элементі Томас Мюллер ашады. Немес хаубегіне әрқашан елдің пікіріне, тілшілердің сыңына бәрібір болатын. Томас феноменалды дриблингпен немесе жойқын соқысымен ешқашан ерекшеленбесе де, ол әрдайым бұның орнын ойынды терең түсіну, уақытлы керекті позицияда пайда болу сынды қабілетімен толтырып, қарсылас командаға өте қауіпті болатын. Мюнхендіктердің әр жеңісіне тілшілер әрқашан тек Левандовскийді, Нойерді немесе бапкерлерді мақтап, центрдағы нағыз джокерді көзден таса қылатын, алайда Томасты бұл мүлде уайымдатпайтын. Әлемдік футболға танылғанға дейін Keylor Navas Ла Лиганың қарапайым клубы Левантеде ойнап, еш нәрсесімен ерекшеленбесе де 2014 жылы барлығы өзгерді. Keylor'дан феноменалды ойна Коста-Риканы әлем чемпионатынан шығарып, Navas мундиалды топ деңгейде өткізді. Осыдан кейін қақпашыға Мадридтік Реал қызығып, Navas Бернабеуге келіп, Икер Касильястан ізбасары атанды. Өзінің жұмысын өте сапалы, тіпті феноменалды деңгейде орындап, Keylor'дан сейфтері Реалға сан түрлі жүлделер және де дәл сол үш чемпиондар кубогын сыйға тартты. Алайда Переске бұл да аздық етіп, Флорентино Реалдың қақпасына сәл танымал персона қоймақ ниетте кандидаттар іздестірді. Таңдау 2018 жылғы әлем чемпионатының үздік қақпашысы болып, Челсиде топ жарып жүрген Тибо Куртуаға түсіп, Keylor екінші орынға қысты. Keylor Navas PSG сапына ауысып, Куртуа Реалда бірінші қақпашы атанды. Алғашында Куртуаның ойыны өте нашар болып, Navas PSG-да феноменалды ойын көрсетсе де, дәл қазір жағдай қайталануы мүмкін. Себебі париждіктер Евроның үздік ойыншысы атанған Донарума алды. PSG сапына ауысқан кезекті футболшыда өте мықты ойын өрнегін көрсетсе де, өзін әрдайым өте қарапайым ұстап, тілшілерге шағымданудан аулақ болатын. Чемпиондар лигасы мен ішкі чемпионатты ұтқанға дейін Ливерпуль өте ұзақ уақыт бойы керекті ойыншыларды алып, команда ретінде қалыптасып, клубта өте сапалы әрі жұлдызды тұлғалар жиналды. Солардың бірі Вейналдум болса да, голландиялық хавбек өзін ешқашан әріптестерінен ерекшелемейтін. Ағымдағы ғажайыпқа толы трансферлік терезе сәтіне Джорджиньо PSG сапына ауысты. Енді барлық мерсисайдтық жанкүйерлер оның маңыздылығын сезінетін болады. Мансабының алғашқы жарысында Илкай Гюндоганды жарақаттар мазалап, дәл маңызды сәттерде қатардан кетуіне себепкер болды. Футболшы тіпті ресейлік әйгілі клиникада созылмалы омыртқа дертінен ұзақ уақыт ем алып жүрді. Десе де бұл факт оның трансфер үшін 10 шақты миллионды ойланбастан төлеген Боруссия және Сити сынды клубтарды мүлде мазаламайтын. Бұны жанкүйерлер түсінбесе де, аталған клубтардың сарапшылары мен бапкерлері Гюндоган өзінің айыққан үлгісінде өте сапалы әрі топ ойыншы екенін көре білетін. Ал өткен жылдың соңы мен биылғы жылдың басында Илкай өзінің кім екенін жасыл алаңда дәлелдей бастады. Қазіргі Барселона жанкүйерлері тек қана Ансу Фати мен Педриді айтады. Бұған дейін бәрі Месси, Суарес, Неймарды атады. Ал оған дейін каталонды хайпқа тағы да дәл сол Месси және Хави мен Иньеста шомылды. Алайда осы ұлы ойыншылардың арасында кезекті топ ойыншының еңбегі елеусіз қалды. Блаугранда клубтың түлегі болған Серхионың дене бітімі клуб үлгісіне үйлеспесе де, Бускетс өте ұзақ уақыт аралығында клубтың нағыз көшбасшысы және сапалы әрі тұрақты тірек қорғаныс хавбегі болды. Және де дәл соның сапалы әрі тұрақты ойынының арқасында MSN де, жеке Месси де, тіпті Хави мен Иньеста да қорғанысты уайымдамай, шабуылда емін еркін жүретін.
Топтамаға тағы қандай еңбегі бағаланбай қалған ұлы ойыншыларды қосуға болады. Комментарийге пікірлеріңізді жазып, бейнероликке лайк басуды ұмытпаңыздар. Арнамызға және инста парақшамызға тіркеліп, бізбен бірге болыңыздар. Келесі кездескенше достар, футбол бірінші орында.